Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бұл шынайы вайб. Бүгінгі біздің кезекті шығарылымыз қазақ тіліне арналатын болады. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қабдулқайымова Полина Андреевна, ұстаз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Енді Полина ханым, жалпы сіз енді өзге этнос өкілісіз. Жалпы қазақ тілін мен бастайықшы. Қазақ тілін де сөйлеуге, қазақ тілін үйренуге, жалпы күнделікті өмірде де байқаймыз, сіз тек қана қазақша сөйлесесіз. Не түрткі болды, не себеп болды, немесе бір мұқтаждық болды ма? Мұқтаждық болды деп айта алмаймын. Ең алдымен бұл ортаның әсері болар. Өйткені мен Мақат ауданда дүниеге келмедім, бірақ сол жерде өстім 2 жасымнан бастап. Яғни балабақшадан бастап ауладағы достарымның барлығы қазақтың балдары болған. Балдардың көбі негізі орысша сөйлемейтін. Сондықтан да коммуникация орнату мақсатында, былайша айтқанда, маған міндетті түрде қазақша сөйлеу керек болды. Жалпы қазақ тілін балабақшадан бастап үйреніп кеттім. Өйткені балабақшада көбіне барлығы қазақша сөйлейтін бір кітапты ашып, сөйтіп оқып үйреніп кеткен адам емеспін. Ортаның көмегімен, ортаның үлкен әсерімен сөйлеп кеткенмін. Өсе келе мектепке барғалы әрине грамматикасына мән беріп бастайтынмын. Өйткені бұрын қалай естимін, солай жазам. Тыныс белгілеріне келгенде енді грамматикалық қателер көп болатын. Ал былай жалпы негізі ең үлкен септігін тигізген ол орта. Яғни біреумен дос болу үшін, біреумен сөйлесу үшін, дүкенге бару үшін сен сөйлеу керексің ғой ең алдымен. Сол ортаның әсері үлкен болды. Қазір мысалы сіз егер айтайық, ондай сізде қажеттілік туындамаған болса дейді. Яғни ондай ситуацияда болмасаңыз, мысалы Мақатта емес, мысалы Атырауда өскен болсаңыз, қалай ойлайсыз, қазақ тілі сондай қазақ тіліне бір қажеттілік болады ма сізде? Негізі болар еді деп ойлаймын. Бәлкім маған кішкене қиындау болар ма еді деп те ойлаймын. Өйткені мысалы ағылшын тілі бір осал жерім. Былай қарап отырсаң, өзім тілден сабақ берем, гуманитарий секілдімін енді өз-өзіме, бірақ осы ағылшын тілін үйрену маған әлі де қиын. Қанша рет курсқа да жазылдым, онлайнда қазір неше түрлі нұсқалары бар ғой, бірақ сол бір қолымнан келмей жатыр. Бірақ қажеттілігін түсінем. Тура солай қазақ тілінің қажеттілігін түсінер едім ау деп ойлаймын. Бірақ осындай деңгейде меңгеріп шығуым үлкен сұрақ болар еді. Сіздің ойыңызша енді жастайынан, мысалы, бала кезінен үйренген дұрыс па, әлде бір кішкене ой өрісі дамып, одан кейін білім жинап барып үйренген? Кішкентайынан мен тіпті өзімнің айналамдағы, мысалы, өзге ұлт өкілдеріне кеңес берем, баланы қазақша садикке беріңіздер деп. Өйткені егер балабақшасы қазақ тілінде болса, бала қалай солай меңгеріп шығады тілді. Ал мектепке қалаған тілінде бере беруге болады деп ойлаймын. Яғни ең бір жақсы тілді үйреніп кететін жағдай ол орта. Енді сіз оқушылармен жұмыс жасайсыз, әртүрлі енді әр үйдің еркесі келеді сізге, солардың барлығын баулайсыз, тілге баулайсыз, тәрбиеге баулайсыз. Енді жалпы тіл мен тәрбиенің арасында қандай бір байланыс бар? Байланыс әрине бар деп ойлаймын. Енді қазақ тіліне келетін болсақ, жалпы қай тілді алатын болсақ, ең алдымен ол үйде, отбасында айтылатын, бір үйрететін жағдай деп ойлаймын. Мысалы, біз қазір қазақ тілін мәселесін көп айтамыз ғой, кейбір адамдар тіпті қазақ ұлтының өкілі болса да сөйлемейді деген сияқты, немесе басқа өзге ұлттың өкілі қазақ жерінде тұрса да бір үйренуге бір құштарлығы жоқ деген сияқты. Соның барлығы негізі үйде айтылатын мәселелер деп ойлаймын. Өйткені мен өзім әжемнің қолында өстім, сол Мақатта. Әжем қазақша білмейтін, сөйлемейтін, бірақ енді түсінеді, былай жай қарапайым тілмен айтқан заттарды. Бірақ мен қанша өзімді білемін, маған үнемі айтатын, біріншіден мақтайтын. Мен қазақ тілін үйренгенімді білгеннен кейін молодец деп, және де әрдайым айтатын болды. Үйрен, біл, ертең мен болмай қалған жағдайда сен осында қалатын болсан, ол
ең бірінші білу керек нәрсен деген сияқты қылып, сол кішкентайымнан негізі былайша айтқанда миыма құйып келетін. Мен ойлаймын, сол мәселені әр ата-ана баласына айту керек, өйткені ең алдымен ол өз тіліне құрмет сенде болмаса, енді кімде болады былай қарағанда. Енді мысалы жалпы адамның құндылықтары дейміз ба, тәрбиесі, баланың тәрбиесі деп айтайықшы. Мысалы сөйлеу мәнерінен, сөйлеу тілінен дейік, сөйлеу мәнерінен байқалады. Байқалады, білінеді. Енді жеке өз ойым, пікірім, кейбір балдардың мысалы бір дөрекілігі болуы мүмкін, сөйлеген кезде. Сол кезде өз басым ойланатыным, енді бұл жерде қаншалықты оған бала кінәлі, оны бір тәрбиелеп жатқан ата-ана бар ғой. Былай көп жағдайда бір мектеп кінәлі болып қалады ғой, негізі мектеп, ұстаздар. Алайда бұл бала мектепке барғанға дейін де бір жерден тәрбие алып келе жатыр ғой, жағдайлар әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір балалар мысалы бір толық емес отбасыдан болуы мүмкін, мүмкін отбасы мүлдем жоқта болуы мүмкін. Бір өзінің бойындағы сондай бір мінезі болуы мүмкін, ерегесетін, бір өзін сөйтіп көрсететін, самовыражается дейміз ғой. Бірақ кейде баланың сондай бір қылықтарымен оның ішкі жан дүниесі сәйкес келмейді. Бұлай сырт көзге дөрекі болғанменен ішінде өте бір жарқын, ашық адам болып шығады. Сол үшін енді біздер, мұғалімдер, ата-анасы, жалпы үлкендерде керек болармыз. Соның барлығын бір кішкене дұрыс жолға салып, бағыттау үшін. Жалпы енді мемлекеттік тілді, қазақ тілін білу дейміз бе, қазақ тілін құрметтеу дейміз бе, жалпы мемлекеттік тілге белгілі бір мәртебесі бар деп қарау қазақстандық азаматтар үшін, Қазақстан Республикасының жалпы Атыраудағы жалпы халық үшін қаншалықты маңызды? Өте маңызды деп ойлаймын. Енді Қазақстанда тұрғаннан кейін, мысалы мен өзге ұлт өкілімін, егер де мен бір өз тілін құрметтемейтін, бір алғашқы бір орынға қоймайтын, бір насихаттамайтын елде тұрсам, мүмкін мен тіпті үйреніп кетпес едім. Мүмкін мен шыңдауға тырыспас едім. Мүмкін мен бір оған аса мән бермес едім деп те ойлаймын. Мысалы қазіргі күннің өзінде мен сөйлегенмен әрдайым бір сөздік қорымды толықтыруға тырысам. Әлі де қанша рет мен бір білмеген, естімеген сөздерді естимін, кәдімгідей жазып аламын, бір жақсы әдетім, жазып алып сөздік ретінде жазып жүремін өзіме. Оның барлығы өйткені мен түсінем, тілді білу керек, тілді үйрену керек, ол ненің арқасында болады, сол жақсы жүріп жатқан насихаттың арқасында деп білем. Тілдің бір мәртебесі көтеріліп келе жатқаннан. Егер де оны әр адам түсінсе, мен ойлаймын, әр адам сөйтіп бір үйренуге, сөйлеуге құштар болады деп. Енді қазақ тілін қолданасыз, былай тұрмыста, күнделікті өмірде. Ойлауыңыз да қазақша ма? Иә, маған ол негізі кішкене кейде қиындықты туғызады, өйткені өзім орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін ғой. Мен тіпті өзімнің ұялы телефонның номерін қазақша жаттап алғанмын. Менен біреу орыс тілінде сұрап қалғанда мен аударып бастаймын. Жалпы маған жеңіл, оңай, ең алдымен бір қазақша ойлану. Негізі ол маған жұмыс бабымен кішкене қиындық туғызады шынымен де, бірақ солай болып қалыптасып кетті енді. Мысалы, енді тілді сақтаудың тек қана қазақ тілі емес, орыс тілі, ағылшын тілі, әр ұлт өзінің этнос тілін сақтау үшін не маңызды? Мысалы, жаңа саясатты айттық, тіл туралы саясат жақсы дамып жатыр дедік, тіл туралы заң бар өйткені. Сол заң ба, әлде отбасы ма, әлде орта ма? Адамның санасы болар, бірақ енді кішкентай балада бір сана әлі тұрақталмайды ғой. Ол кезде отбасының рөлі маңызды болар. Яғни жалпы адам түсіну керек қой, өзінің бір күре тамырын деп айтсақ та болады, өзінің кім екендігін, өзінің ұлтының, тілінің тарихын білу керек. Егер де ол адам оны білсе, егер де оны саналы түрде түсінсе, бойына сіңірсе, әрине мен ойлаймын, бұл құндылықтарды өзінің балаларына да, немерелеріне де, шөберелеріне де болашақта насихаттайды, былайша айтқанда. Ал егер де енді әртүрлі жағдайларға байланысты да, жаңағыдай бір
осал тобына жататын отбасылар да болады ғой. Сондай жерде кей кездерде бір құндылықтар туралы ойлайтын мүмкіндік те болмай жатады, былайша айтқанда. Жағы ақсап. Иә, бұл жерде енді ортаның да маңызы зор. Егерде бір қиын жағдайда жүрген, мысалы, бала жақсы ортаға түссе, құндылықтары дұрыс ортаға түссе, ол да міндетті түрде бұл баланың бойына сіңеді деп ойлаймын. Сондықтан да ең алдымен ол отбасыдан басталатын болар. Бірақ та кей кездері, мысалы, тым жақсы отбасыларда да, мысалы, балалардың ой пікірі басқаша болады ата-анасынан. Мысалы, ата-ана кішкентай кезінен дұрыс жағын айтып келе жатса да, өсе келе бала бір өзінің мен деген бір бөлек ойы болуы мүмкін, қалыптасуы мүмкін. Соның өзі де бір ортаның кесірінен болар деп ойлаймын мен. Енді, мысалы, өзіңіз де мектепте оқыдыңыз, оқушы болдыңыз. Сол кездегі, мысалы, оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында қандай, мысалы, қазіргі қазіргі бұрынғы оқушыларға қарағанда қандай бір жағымды дүниелер бар, оң өзгерістер пайда болған, немесе алаңдататын тұсы қайсысы қазір? Енді өзімнің мектеп кезімді еске түсірсем, қазіргі оқушылармен салыстырсам, мен ойлаймын, енді бір негізі айтады ғой, қазіргі балалар басқаша деп, бірақ менің ойымша бала ол бала. Бала бұзық та болады, ол балалығында жасайды. Соны бір қайталап айтайын да, бір дұрыс бағытқа салу, дұрыс жолға салу, осы жерің қате, мына жерің дұрыс деп айту үшін біздер жүрміз, ұстаздар жүр, ата-анасы жүр, Ал енді алаңдататыны мені қазіргі балдардың жасанды интеллектке өте тәуелді болуы. Мысалы, енді жұмыс бабымен қарасам, оқушылар бір үй жұмысын жасауға бір қиналмайтындай кейде. Тіпті біліп тұрса да қалай орындауға болатынын, соны бір 5-6 сөйлемін жазуға ерініп, жаңағыдай GPT-ге жүгінеді. Ол бір, білмеймін, ойлау қабілеті нашарлайды деп ойлаймын өз басым. Енді жасанды интеллектке бәріміз де жүгінетін болармыз, бірақ өз басым бір әбден қиналғанда, бір нәрсені түсінбей жатырған, көмекші құрал ретінде былай күнделікті өмірде негізі кейде өзімді тыйып та жатам, қарамаш, өзін соны ойлап түсініп қараш деген сияқты. Ал қазіргі балдар өте қатты сол нәрсеге сеніп қалған. Мен көбіне айтам, бір күні мобильный данный болмаса не істейсіздер деген сияқты қылып. Мен ойлаймын, яғни оның арасында да саналы оқушылар бар, яғни өзі үшін оқитын, жасанды интеллекттің көмекші құрал екендігін түсінетіндер бар. Бірақ содан бір өзінің пайдасын көріп қалатын бала саны да аз емес, яғни өзі оқымайды, қарамайды, бірақ алдына енді дұрыс нәрсені әкеліп беріп тұрады. Сен алдына дұрыс әкелгесін, енді қалай бар солай бағалайсың ғой, қолынан ұстап алмағаннан кейін. Бірақ енді көрініп тұрады ғой, өз бетімен. Жазғанын білесіз, бірақ дәлелдей алмайсыз. Жақсы, ол 5-ін алар, бірақ оның ар жағында еш нәрсе жоқ. Сол нәрсе алаңдатады. Осы тұста, енді тақырыптан сәл ауытқып кеткен сияқтымыз, жасанды интеллекттің тек қана игілігін, оны тек қана ассистент, яғни көмекші ретінде пайдалануды, жалпы баланың мынау ой өрісін, баланың қиялын дамыту үшін, шығармашылық бір машықтарға баулу үшін енді мектеп ата-ана ғой, ортасы бар. Қандай бір не болу керек? Факторларды, қандай бір бастамаларды басып қалу керек? Ең алдымен сол бірлесе жұмыс жүргізілу керек. Яғни ата-ана, мектеп және де орта бір құндылықтары бір айтатын, насихаттайтын заттар бір болу керек деп ойлаймын. Егерде, мысалы, мектепте ұстазы осылай деп айтып жатса, оны үйден ата-анасы бекітіп, ұстаздың сөзін қолдап айтса балаға, баланың ортасы да сол құндылықтарды ұстанатын болса, онда бір жақсы нәтиже болады деп ойлаймын. Егерде мектепте айтылған бір ескертулерді болсын, бір жағдаяттарды болсын, үйдегілер қолдамаса, жоқ, ұстаздың айта береді, тыңдама, ертең барып сөйлесем өзім деген сияқты, баратын баланың араласатын ортасының құндылықтары мүлдем бөлек болатын болса, онда әрине нәтиже болмайды. Яғни осы үштіктің бір ортақ құндылықтары, ортақ бір мақсаттары болу керек деп ойлаймын. Енді жаңа айтып қалдыңыз, мектепте біз бір нәрсе айтсақ, ескерту жасасақ, жаңағы ата-анасы, кейбір ата-аналар бар шығар бәлкім.
енді біздің кезімізде мысалы енді сізбен замандас шығармыз, апайлар мектептегі мұғалімдерден біз қорқатынбыз, ескертпелерін қаперге алатынбыз, олар ұрсатын болса бізге үйге айтпайтынбыз, өйткені үйден тағы да екінші рет ұрыс естиміз. Қазір балаларда ондай бір, енді бізде бір жағынан қорқыныш та болды, бір жағынан сыйластық та болды, құрметтейтінбіз біз ол кісілерді. Қазір балалардың тарапынан ондай дүниелер сезіледі ме? Енді біздің кезімізде де жаңа өзіңіз айтып кеткендей қояншық тентек балалар болды ғой, мұғалімге қарсы шығады, бірақ олар енді сәл ақылдырақ па еді? Ол кезде әлде мұғалімдер сәл даналау болды ма, үлкен кісілер болған? Бір өз тәжірибемнен айтайын, да, барлық бір ұстаздардың атынан бұл жерде мен сөйлей алмаймын, ол сөзсіз. Мен 12 жыл болды мектепте жұмыс жасап келгеніме. Осы күнге дейін мен бірде-бір рет бір ата-анамен сөзге келіп көрмеппін. Бірде-бір оқушы маған бір қарсы сөйлеп, немесе бір анандай сыйламайтындығын көрсетіп көрмеген. Мүмкін сол нәрселердің арқасында болар, мен мектептен кеткімнің келмейтіндігі. Яғни мен ойлаймын, бұл менің жерім, осы жерден өзімді таптым деген нәрсе сезіледі да маған. Бірақ өз басым бір оқушыларға жаңағыдай ұрсып болғанда ескерту жасау ол бір бөлек, бірақ жаңағыдай бір дауыс көтеріп, білмеймін, жанжал шығарып дегендей баламен. Жоқ, ең алдымен кез келген бала ол мен үшін тұлға. Мысалы мен орыс тілінен сабақ берем, ол орыс тілінен тіпті 2-ге оқыса да, ол менің алдымда тұрған тұлға. Мен барлығын бірдей русовет етіп шығара алмаймын. Шындығына келгенде, бәлкім алдымда отырған бала ертең бір әйгілі бір хирург болар мүмкін, менің пәнім нақты бұл балаға қажет емес те болуы мүмкін болашақта. Сондықтан да ең алдымен маған осы бір адами қарым-қатынасты орнату баламен. Егер де баланың тілін тапсан, ұрыспай-ақ айқайламай-ақ сен ол үшін бір авторитет боласың. Енді не себепті сізге бірде-бір ата-ана бағанағыдай өзінің мазынасын айтып, назын айтып келмеді деп ойлайсыз? Сіздің мықтылығыңыз ба бұл, әлде ата-аналардың мықтылығы? Бір себеп болу керек қой. Енді қазір өкінішке орай көп факт бар, білеміз, ата-ана мен мұғалімнің арасында, соның кесірінен мұғалімдер жұмыстан шығып кетіп жатқан, бір ата-ананың тарапынан қысым көріп қалған мұғалімдерді де өкінішке орай көріп құлақ естіп жүр. Сізде не себепті ондай бір, енді болмасын детальмен, бірақ енді соның себебі не деп ойлайсыз? Әрине, алда не күтіп тұрғанын ешкім білмейді, бірақ негізі бұл сұраққа менің ата-аналарым мен оқушыларым болар жауап бере алатын, бірақ енді мен ойлаймын, мүмкін бұл кісілердің менің жұмысты бір ақша үшін емес, бір табыс көзі ретінде емес, бір шынайылықпен жасайтынды мүмкін бұл кісілер сезетін болар, Өйткені қанша мен өзімнің демалыс күндерінде жүрем жұмыста, қанша бос уақытымда арнайым бұл балдарға, қанша әртүрлі мәселелер, тек қана бір мектептегі мәселелер емес, әр баланың артында өзінің отбасылық бір жағдайы жатады, бір мынау маған керек емес, мынау маған қатысы жоқ, өздеріңіз шешіңіз деп ешкімнің бір бетін қақпаған сияқтымын осы күнге дейін. Мүмкін бір соны адамдар сезгеннен кейін, мүмкін маған да бір сөйтіп относиться ететін болар. Енді білмеймін, өз ойым, бірақ мен үнемі бір өзімен сөйлескен кезде бір айтып отырамда, бір жақсылықты түсінетін оқушылар мен ата-аналардың осылай жолымда тап болғанына рахмет деп. Өйткені олай болмаған жағдайда мен ойлаймын, басқа бір салаға баяғыдай кететін едім деп. Түсінікті, енді біз тақырыпты сәл ауытқып кеттік, енді сіздердің ол миссияларыңыз ғой, бір ұрпақ тәрбиелеу. Біздің Қазақстанда ұрпақты, білімді ұрпақты, интеллектуалды ұрпақты тәрбиелеу ғой. Жалпы енді тақырыпқа оралайық. Қоғамда қазір кейбір адамдар бар, мысалы қазақша дұрыс сөйлей алмасаң да күледі, орысша акцентпен сөйлесең де күледі. Бірақ ол енді мысалы мен орысша акцентпен сөйлейтін болсам, орыс этносының өкілі келіп маған күлмейді, қайта жаңағыдай көмектесуге, түсінуге тырысады. Мен не айтып жатқанымды, ал не себепті біз қазақшаны шамалы сөйлеген адамға күлеміз?
Осы нәрсені көп естимін, бірақ мен өзім ешқашан ол нәрсені естімеппін. Ешқашан маған бірде-бір адам өмірімде, мен мысалы Мақатта өстім, сіз орыс тілінен сабақ бересіз, сіздің орысшаңызда, қазақшаңызда жоқ, қазақша сөйлеген кезде мысалы менде де қателесіп кететін кездерім болады. Мысалы мен ыңға тілім келмей жатады әлі күнге дейін, кейде тез сөйлеп жатқан кезде кейбір дыбыстарын дұрыс айтпай қаламын. Дегенменен кейбір сөздердің аудармасын білмей жатқан күнде маған ешкім бір өмірі күліп көрмепті. Жоқ, бұл енді тек қана мысалы қазақтарға тән дүние. Енді олай күлетін адам, мен ойлаймын, кішкене енді өзінің санасында болар. Енді саналы адам, бір ақылы бар адам, ол ешқашан ондай нәрсеге күледі деп ойламаймын. Сізге қалай, мысалы, сіздің қазақша сізге мысалы орысша сәлемдесіп, дүкенге бір жерге барғанда орысша сәлемдесіп, орысша қызмет көрсетуге тырысқанда, сіз қазақша жауап бергенде адамдардың несі қандай болады? Реакциясы қандай болады? Көбіне енді таңғалады. Көбіне мен бірақ қай жерге барғанда ең алдымен тыңдап аламын, менімен орысша сөйлесте. Егер де адам таза сөйлеп тұрса, мен орысша сөйлей беремін. Егер де мен көріп жатсам, адам мені көре тұра, түріме қарап, былайша айтқанда, менімен орысша сөйлескісі келіп тұр, бірақ та оған қиын екендігін мен сол бойда өзім айтамын, қазақша түсінемін, сізге ыңғайлы болса қазақша айта беріңіз деген сияқты. Маған рахмет деп енді көбі қуанып жатады. Бірақ сол кезде сөйлей алмаса да тілін сындырып, маған здравствуйте деп айтып отқанын мен бір құрмет ретінде қабылдаймын. Өйткені ол кісі көріп тұр ғой, бір өзге ұлт өкілінің келіп тұрғанын алдына. Бірақ енді ондай нәрселерге бір күліп қалатын адамдар, мен ойлаймын, енді әркімнің санасына, ол бір ұлтқа, бір нәрсеге байланысты емес, ол адамның санасында, ол басқа жақтарда да болуы мүмкін. Саналы адам, ол түсінеді ғой, адам тілін сындырып жатыр, түсіндіріп жібер, көмектесіп жібер, айтып жібер деген сияқты. Енді жалпы қазақ тілін үйренуге, қазақ тілін қазір бастап үйреніп жүрген адамдарға айтатын лайфхактарыңыз, кеңестеріңіз? Ұялмау, жаңағыдай сіз айтқандағыдай, біреу күліп қалған күнін содан кейін мен үйренбеймін деп өзімен жұмыс жасау керек. Бұл жерде басқаша енді жол жоқ. Үйренем десен, ол күнделікті практика. Дүкенге барсан да, таксиге отырсан да, қайда барсан да, ол сөйлеуге бір әрекет жасау. Біреу күлді ма, өзімен жұмыс жасау керек. Адамдар күле береді. Мен қазір тоқтап қалсам, мен үйреніп кетпеймін. Яғни сен теория жағынан мықты болсан да, практикада ол жүзеге аспайды. Сондықтан да кез келген моментті пайдаланып қалу. Дүкенге бардың ба, қазақша сөйле. Қонаққа бардың ба, қазақша сөйле. Біреумен жай әңгімелесіп кездесіп қалдың ба, қазақша сөйледе. Содан кейін айналандағы адамдардан сұрау, менімен қазақша сөйлесіңізші деген сияқты. Тек қана күнделікті практика ғана ол тілді үйренуге көмектеседі. Мысалы, қазақ тілін үйренуге ниетті адамдар деп айтып жатырмыз ғой, үйреніп жүрген адамдардың мысалы ең бірінші қорқынышы не болуы мүмкін, не ұстап тұруы мүмкін, қандай барьер болуы мүмкін? Сол болар, тревожность дейміз ғой, қазір ойымды жеткізе алмай қаламын, қазір біреу күліп қалады ау деген бір қорқыныш болар. Әсіресе ол мысалы магазинге, дүкенге келіп тұрған кезде ол түсініп тұр ғой, артында кезек бар, адамдар асып тұр деген сияқты. Мүмкін сондай бір жағдайларда да адам қазақша мына жерде сөйлегенше, қазір тез одан да орысша айтып кетейінші деген сияқты. Сондай бір қоғамның нелері болар енді, ойы, пікірі, қылықтары. Жұрт не айтады, адамдар не айтады деген сияқты қорқыныш болуы мүмкін. Енді жалпы сізге қазақ тілін насихаттау бойынша қазір бір ғана мысалы бастама жасау мүмкіндігі беріледі. Қаржылай болсын, басқалай болсын, бір ресурстармен бір ғана қазақ тілін насихаттау, бір ғана бастама жасау мүмкіндігі берілсе, неден бастар едіңіз? Қандай бір бастама? Стартап проект деп сол бір спикинг клаб форматында, бірақ бір жай жиналып, бір тақырыпты талқылау емес, жаңағыдай практикалық сабақтармен, мысалы өзімнің қасында бір тобым болама, солармен бірге дүкенге барам. Әркімге бір тапсырма берем, сыртынан қарап тұрамыз деген сияқты, яғни олар кәдімгідей практика жүзінде сол нәрсені жасау керек. Білмеймін, мүмкін ертең светтің ақшасын төлеуге барамыз деген сияқты, тек бір жиналып, жай бір әңгімелесіп емес, яғни осындай бір нақты ойластырылған,
практикалық сабақтар болатын еді менің ойымша. Енді жалпы отбасыңызда мынау өзіңіздің ағайындарыңыз қазақша сөйлегеніңіз қалай қабылдайды? Әлі күнге айтып өттіңіз, мысалы әжем қазақша білмеген деп кентінде тұрса да, енді барлық ағайындарыңыздың барлығы қазақша сөйлемейтін шығар, бірақ енді қалай қабылдайсыз? Мен жалпы Қазақстанда тек әжем екеуміз болатынбыз. Отбасының барлығы негізі Ресейде, Астраханда, олар енді сірә тіптен сөйлемейді. Бірақ олар сол жерге барған кезде, кейде телефонмен сөйлескен кезде таңғалып отырады. Қалай тез сөйлейсің деген сияқты, не айтып жатсың деп күлетін, таңғалады. Ал енді сөйлеуім мен жаңа отбасыма барған кезде маған бір үлкен қолдау болды, өйткені қазақ отбасына келінмін. Сол жерде өзімді бір еркін сезінуге, чувствовать себя своей дейді ғой. Соған бір үлкен септігін тигізді. Енді отбасы жайлы айтып қалдыңыз. Үйде жолдасыңызбен де, балаларыңызбен де қазақша? Иә, жолдасым қазақ, яғни балаларым да қазақ. Өзіміз енді үйде қазақша сөйлейміз. Содан кейін егіз қызымыз бар, Айнель, Жанель деген. Бұлардың негізі өсе келе кішкене қазақшасы бір ақсақтап бастады деп айтсам да болады. Өйткені басында қазақ тіліндегі балабақшаға бердік. Одан кейін тіптен орысша түсінбей кеткеннен кейін орыс тіліндегі топқа ауыстырдық. Содан кейін басталып кетті. Үлкен бір қателік сол болды, тілді ауыстыру негізінде. Соны түсінген кезде, яғни кейбір сөздерге тілі келмейтінін, түсінбей жатқанын біз үйде тек қана қазақша сөйлеп бастадық. Қазірде де солай. Содан кейін олар таэквондо секциясына ауысты. Бұл жерде көбіне қазақ балалары, көбіне қазақша сөйлейтін, сонымен тіл жақсы болып кетті. Яғни бір тілдік болу керек. Бір тілдік емес, бірақ олар қазақ болғаннан кейін олар қазақ тілін білу керек. Қазақша сөйлеу. Кейін орысша, ағылшынша, басқа тілдерді үйренуге мүмкіндік бар. Енді тағы бір сұрақ, сіз мысалы келін болып түспестен бұрын жұбайыңыз ата-анасына, ағайындарына айтады ғой, мысалы енді өзге этнос өкілі осылай қалай қабылдаған туралы айтты ма ең басында? Енді әрине қазір мен сұрасам, барлығы да айтады ғой, жақсы, дұрыс қабылдады. Енді мен ешқандай шектеу көрген жоқпын. Бірақ менің күмәнім жоқ. Оны жолдасым үйіндегілеріне айтқан кезде барлығының не то что таңғалғаны, шошығаны болар енді. Өйткені менің отбасының тарабынан да ондай мәселе болды. Бұл жерде бір адамның өзге ұлт болғанынан емес, ол өзге менталитеттің болғанынан. Өзге мәдениет, өзге менталитет, өзге салт дәстүр қалай болады екен деген сияқты ой, бір неге қазақ деген емес, сол сияқты жолдасының тарапынан да неге орыс деп емес, қалай болады екен, үйрене ма, көне ма деген сияқты мәселелер ғой. Бірақ енді өзім осы күнге дейін бір оны көріп, сезіп көрмегенмін. Бірақ енді басында мені көрмегенде, менімен таныспағанда, мен ойлаймын, мен тіпті ол орынды нормальный сұрақтар деп ойлаймын. Өйткені әрбір ата-ана ол баласының болашағына алаңдайды, бақытты болғанын қалайды. Сондықтан да ол біздің орнымызда кім болса да, ол еститін сұрақтар деп ойлаймын. Енді жалпы тұрмыста, мысалы, жаңа мәдениет, менталитет деп айтып қойдық қой. Қазақ отбасы, қазақ шаңырағында қазақ қауымында болғаннан кейін түсінікті ол қазақтың салт дәстүрлері де, қазақи манағы тәрбиеде, құндылықтарда сақталады. Енді сіз өзіңіздің тарапыңызда мысалы орыс халқының бір дәстүрлерін ұстанасыз ба? Мен бір ұстанам деп айта алмайтын болармын, бірақ енді екі жақтында бір мәдениетін десем, балдарға біз айтып жатамыз. Ондай бір шектеу жоқ. Мысалы, қалай бауырсақ пісіріп жатамыз, тап солай Пасханың кезінде куличи пісіреміз. Оны ешкім үйде айтпайды, қайдағы куличи деген сияқты қылып, Оның барлығына біз нормально қараймыз. Оның барлығын балдар да біледі, олардың қазақ екендігін, олардың мұсылман екендігін, бірақ мамаларын орыс, ол мамаларының бір мәдениеті, ол міне сендерге көрсетіп жатырмын, міне жеп көріңдер, жасап көріңдер деген сияқты. Сондықтан да барлығы да бір араласып жүре береді. Бірақ енді қашанда оларға біз айтып отырамыз, сен қазақсың, сен мұсылмансың деген нәрсе. Мәдениетті,
екі салт дәстүрді, екі менталитетті бірдей ұстап жүру қиын емес пе? Қиын емес. Мүмкін менің сол бала кезімнен бастап соны көріп келе жатырғасын болар. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, егер де мен бір 25-ке келіп бір шетел азаматына бір өмірі бармаған, көрмеген елге шығып кеткенде мүмкін қиын болатын еді. Ал менің қазір күнделікті жасап жүрген, көріп жүрген нәрсенің барлығын мен кішкентай кезімнен көріп келе жатырмын. Ол бір маған таныс емес жағдай емес. Түсінікті. Полина Андреевна, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін, біздің студиямызға келіп осындай өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін рахмет. Енді қазіргі осы жастарға, өзіңіздің әріптестеріңізге, мұғалімдерге қандай бір кеңес берер едіңіз? Осы тіл мәселесі болсын, тәрбие мәселесі, білім алу мәселесі болсын. Басшылыққа алу керек, нені негізге алу керек? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, мен оларды баға алғандығы немесе оқи алмағандығы үшін сынамаймын, оларды сол үшін жек көріп кетпеймін, керісінше оның адамгершілігі маңызды. Негізі жалпы өзімнің бір өмірлік ұстаным, кішкентай кезінен бастап әжемнің айтып кетқаны, ол не істесең де, не ойласаң да, бұл түзу ниетпен адал жасау. Ұстаз болсан, өз жұмысында адал жаса. Сен тек қана бір жишиді үйретіп отқан жоқсың балдарға, сен одан да бір көп нәрсені бұл баланың бойына сіңіре аласың деген сияқты. Тіл мәселесіне келетін болсақ, ол әрине әр адам өз тілін білу керек. Әр өзге ұлт басқа елде тұрғанда сол елдің тілін меңгеріп шығуға тырысу керек. Бір маған керек емес деген нәрсе емес, ең болмаса сенің бір әрекетің болу керек, ниетің болу керек. Өйткені ол ең алдымен сол елге бір құрмет деп ойлаймын. Ол өз пікірім. Мүмкін басқа адамдардың ойы бөлек болар. Жалпы бір солай қысқасы. Адал болу, жақсы бір ниетпен кез келген істі бастау, жүргізу, және де өз тілін құрметтеу. Рахмет, көп рахмет. Осы ұрпақ тәрбиесіндегі мұғалімдердің миссиясы, ұлы миссия деп білемін мен өз басым. Соған сізге толайым табыс тілейміз, шабыт тілейміз. Осылай Қазақстанның болашағын тәрбиелеуде сізге күш қуат берсін, сабыр берсін, табандылық берсін, отбасыңызға амандық берсін, ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Осымен, құрметті көрермендер, шынайы вайбқа берілген, шынайы вайбтың кезекті санына берілген уақыт аяқталды. Бүгін біз тіл мәселесін, білім беру мәселесін, ұрпақ тәрбиесі мәселесін қозғадық. Келесі эфирде кездескенше.